Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, тез дайындалатын кекіс жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеомыз соңына дейін қарамас бұрын лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен сгущенканың үстіне 2 жұмыртқаны және піскен майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және ұн мен разырғы желді електен өткізіп отырып қосып араластырамыз. Және өз қалауыңыз бойынша шоколад және кептірілген жемістерді қоссаңыздар болады. Қамырды кекістің ыдысына салып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осымен өте оңай дәмді болып шығатын кекісіміз дайын болды. Видеом ұнаса лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер.